Сәлеметсіздер ма, құрметті тыңдармандар? Бүгінгі біздің 9-шы сабағымыздың тақырыбы қазақ шешендерінің шығармашылығындағы шешендік жұмбақтар. Бүгінгі тақырыптың жоспары әлеуметтік философиялық сарындағы риторикалық жұмбақтар, шешендер арасындағы ауызша хат алысу формасындағы жұмбақтар, танымдық сипаттағы шешендік жұмбақтар, дау шешудегі шешендік жұмбақтар, жеңіл мазмұнды ойын түріндегі шешендік жұмбақтар, шешенді сынау үшін қойылатын жұмбақтар, жұмбақтап естірту, көңіл айту, жұмбақтап бата беру. Әлеуметтік философиялық сарындағы риторикалық жұмбақтар. Жалпы ауыз әдебиетіндегі жұмбақтардың өзіндік ерекшелігі бар, оны біз білеміз. Ал енді мынау шешендік өнердегі жұмбақтардың да өзіне тән ерекшелігі бар. Сол жұмбақтардан ерекше өзіне тән ерекшелігі бар. Сол жұмбақтарды біз қазір 8-ге бөліп қарастырып отырмыз. Соның біріншісі қазір біз сөз етейін деп отқан әлеуметтік философиялық сарындағы риторикалық жұмбақтар. Мұнда негізінен мынау өмірдегі болып жатқан дүниені шешендер жұмбақтап айтып отырады. Оны кейде тыңдарман шешуінің байыбына баруы да мүмкін, кейде байыбына бармай қалуы да мүмкін. Сондықтан да бұл жерде біздің айтайын деп отырғанымыз сол жаңағы әлеуметтік жағдайға қатысты оқиғаларды жұмбақтай отырып, оның жауабын өзі айту, яғни риторикалық жұмбақтар жайлы сөз етпекшіміз. Жиналған көпшілікке Мөңке би жұмбақ айтты. Кермек кеңесінен қалды, шалғасқа шабысынан қалды, қотыр теке той бастады, тау құдірет ел бастады. Қан қайғылы болды, бие бүкірейіп қалды, атадан ұл озды, анадан қыз озды, сол уақыттағы қамқатон көнеріп тозды. Жауабы: кермек кеңестен қалса, ақылынан танғаны болар. Шалғасқа шабысынан танса, аузына шалғын шығар. Қотыр теке қой бастаса, қожа молданы құдай ұрған шығар. Қан қайғылы болса, халықты жеп, қарны шемен болған шығар. Бие бүкір болса, сөзі азып тозған шығар. Атадан ұл озса, еркін шығар, анадан қыз озса, шіркін шығар. Сол уақыттағы қамқатон көнеріп тозса, асылдығы кеткен шығар дейді. Сонда бұл жерде шешеннің айтпағы сол замандағы болып жатқан дүниелердің қадір қасиетінің кете бастағаны және кермек кеңестен қалуы, ол жастардың кеңеске келмеуі, үлкендердің тәрбиені дұрыс бермеуінен, болмаса жаңағы қотыр теке қой бастаса деп отырғаны, қожа молдалардың да өзінің миссияларын дұрыс атқармай жүргендігі, олардың да санасының ойының басқа жаққа бұрылып кеткендігі, қанның қайғылы болуы, халыққа жақындамай, халықтан алыстап бара жатқандығы, бие бүкір болса деп жаңағы билердің сөздерінің қадір қасиеті кетіп, азып тоза бастағандығы жайлы өзінің ойын алдында жұмбақтап айтты да, кейін жауабында осылай ашып көрсетті. Шешендер арасындағы ауызша хат алысу формасындағы жұмбақтар. Шешендер өзара бір-біріменен хат алмасып тұрған. Ол кезде почтаменен хат жазып жібермегеніменен өздері тәрбиелеп жүрген балаларын, шешендікке баулып жүрген жастарды шақырып, соған ауызша өзінің айтпақ ойын айтатын болған, және ол екінші адамға жеткізіп отыратын болған. Осындай бір хат алысудың үлгісінің бірі Әлтеке Жидебай батыр Тобықта Қараменде деген биге жіберген сәлемдемесі. 5 ауыз бір сөзім, 4 нәрседен үміт бар, бір нәрседен үміт жоқ. Осыны айт дейді. 6 ауыз бір сөзім, мұсылман жаудың қолында қалдым, 5 атаның малын іздеп әуре болдым, 60 ат үйір бермеді, 70 торғай шырылдайды, 80 балапан ұя басып жатыр, 90 жұмыртқа қашан жарылары белгісіз дейді. Осы хатты ауызша жаттап алып, жас жігіт Қараменде биге барады. Сонда Қараменде шешенің берген жауабы: жас өсемін деп үмітті, жалғыз көбейем деп үмітті, жарлы байымын деп үмітті, ауру жазылам деп үмітті. Бір нәрседен үміт жоқ дегені, шіркін көктемі мен жазы өтіп, жапырақ қураған ағаштай, ұрты солып, жағы суалған кәріліктен ғана үміт жоқ екен ғой деген екен. 6 ауыз бір сөзім, мұсылман жаудың қолында қалдым дегені, бірге жасасып, тәтті өмір сүріскен, бір-біріне иістері сіңіскен, жастық шақтың жұбайы қайтып жесір болып
келін баласының қолына қарап қалған екен ғой. Екі елі аузына төрт елі қақпақ қойса, балаға сонда ғана сыйымды болады депті. Бес атаның малын іздеп әуре болдым дегені Қайран батыр қартайып, көзі көр болған екен ғой. Жастан серік болған 5 жолдасы Мәсуақ, Тәсбих, Орамал, Бәкі, Қамшы болар. Осылардың басын құрап, жинау үшін жан-жағын сипалап іздеп тапқанша түске дейінгі уақыты өтеді екен ғой. Жанына жан қалта, төсіне төс қалта салсын депті. Ол заманда қалта салынбайды екен киімдерге, шапандарға. Сондықтан да осы ыңғайлы болар деп осы ұсынысты айтса керек. 60 ат үйір бермейді дегені 60 жас ағайынды жауға беріспестей қайрат күшінің қайтпайтыны екен. Ал енді 70 торғай шырылдайды дегені 70-те торғайдай ғана қуатым қалды деген екен. 80 балапан ұя басып жатыр дегені 80-де ұяда жатқан балапандай төсек тартып жаттым деген екен. 90 жұмыртқа қашан жарыларын білмеймін дегені 90-нан асқан жасым бар, бір аяғыммен қабырдамын, ақ тағдыр қашан жетеді деп күтудемін деген екен ғой деп жауап берген екен. Танымдық сипаттағы шешендік жұмбақтар. Жаугершілік заманда ауылға бір елші келіп, соның елші екенін, жаушы екенін, жоқ тыңшы екенін тексеру үшін Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билерді шақырып, осы мәселені шешу тапсырылады. Сонда олар бір көлдің жағасына барып, биік төбеге барып, өзара пікір таласып отырған кезде көлге келіп, бір қаз қонады. Сонда Төле би тұспалдап, мына көлдің алар ма еді қазын атып дейді. Оғын шығын болмасын, жазым атып дейді Әйтеке би. Құтылмастай бәлеге қалып жүрмейік, қаз екен деп перінің қызын атып дейді Қазыбек би. Міне осымен үш бидің әңгімесі өзара түсіністікпен бітеді. Яғни бұлар осы қазды нысанаға ала отырып, өздерінің ойындағы әңгімелерін ортаға салды. Сөйтіп жұмбақтап сөйлеп, танымдық жұмбақ дегеніміз, бұл жұмбақтың шешімі айтылған жоқ, себебі әр қайсысы өз танымменен ортаға ой салды және жауап берді. Олар бір-бірін түсінді, жұмбақ осы жерде шешілді. Яғни не істейміз бұны? Ата саламыз ба деген ой айтылды. Әй қоя тұрайық, осы оғымыз шығын болып жүрмесін, ұятқа қалып жүрмейік. Осы үшеуміздің би деген атымыз бар деген әңгіме айтылды. Сондықтан да бұл мәселені басқаша шешейік. Біз онымен сөйлесейік, сөзін тыңдайық, оны тыңдағаннан кейін барып ой қортайық деген мәселеге келді. Мұнда жұмбақтың шешуі осыған саяды. Дау шешудегі шешендік жұмбақтар. Абылай ханның жылқысын Бекболаттың інісі жолда келе жатып айдап кетеді. Содан мұны естіген Абылай ашуланып Бекболатқа келеді. Жалпы Бекболат пен Абылай бір-бірімен жақсы араласып жүрген, сондай сыйласып жүрген адамдар болады. Дегенменен сол Абылайдың айналасындағылар Бекболаттың інісінің істеген жеткізген кезде Абылай осы Бекболатқа өзі келеді. Сөйтіп, ініңді ұстап бер, мен оны жазалаймын дегенде, Бекболат айтады, жоқ, мен бауырымды ұстап бере алмаймын деп жауап береді. Содан Абылай ақыры не керек? Бекболатсыз-ақ Бекболаттың інісін ұстап алып кетеді. Содан екеуінің арасында мынандай бір әңгіме болады. Дау туып тұр ғой енді осы жерде. Дау туып тұр. Сол дау қалай шешілді? Соған мән берейік енді. Сонда Абылай інісін алып кеткеннен кейін Бекболаттың бір таудың етегіне барып, сол жерде барлығын тоқтатып түстенбекші болады. Сонда соны естіген Бекболат оның артынан барады. Сөйтеді Абылайға былай дейді: ай, Абылай, мұнан бұрын жолдасқа мен қандай едім, қасыңдағылар қандай еді дейді. Сонда Абылай айтады: сен бір төбе, бұлар бір төбе дейді. Бекболат келген жағына қайта шауып кетеді, әлден уақытта қайта шауып келеді. Тағы да жаңағыдай теріс қарап тұрып, атының басын теріс қарай бұрып тұрып, Орал таудың ор түлкісі айнала қуса ит жетпес. Орал таудың ақиығы ақиық келсе, тек кетпес. Сонда дағы мерт етпес деп бауырын шешіп ала жөнеледі. Міне дау шешудегі жұмбақ шешендік өнерде осы сықылды болып келеді. Қарап отырсаңдар, Абылай менен
Бекболаттың арасында әңгіме болды. Оны көп адам түсіне қойған жоқ. Бекболат келді, інісін шешіп алып кетті. Жұмбақ шынында, не әңгіме болды, ол жұмбақ. Енді шешуін айтайық. Бірінші келген кезінде Бекболат Абылайдың ойын байқамақ болды. Бұл шын мәнісінде менің інімді құртқысы келіп тұр ма, жоқ әлде мені сыйлайды ма екен әлі де деген ойменен ол келіп өзінің ойын айтты. Сөйтіп еді Абылай оған айтты: сен бір төбесің, бұлар бір төбе деп өзінің жауабын айтты. Оны Бекболат түсіне қойды. Яғни біздің сыйластығымыз сыйластық екен деп қайта келіп, ол өзінің Орал таудың ор түлкісі айнала қуса иш етпес деп өзін айтып тұр. Орал таудың ор түлкісі құсап, мен енді келіп тұрмын. Қасыңдағылар айнала қуса да мені жете алмайды, маған жете алмайды. Айнала қуса ит жетпес деп тұрғаны қасыңдағылар. Қанша мені қуғаны мен жете алмайды, себебі мен саған сеніп келіп тұрмын дейді. Орал таудың ақиығы келсе тек кетпес дейді. Ақиық деп тұрғаны Абылай. Сен ақиықсың, келсең тек кетпейсің, сенің қолың ұзын, билігің мықты дегенді айтып тұр. Сөйте тұраттағы, сонда дағы мерт етпес деп сөзін байлайды. Яғни, сен ашумен келіп тұрғаның мен біздің сыйластығымызды өзің айтып тұрсың. Яғни, мен саған сеніп келіп тұрмын, бауырымды шешіп алып кете берейін, сенен рұқсат болса дегенді айтады. Сонда Абылай ештеңе демей, қасындағыларын да тоқтатып қойып, оған қарап тұрады. Бекболат бауырын шешіп алып кетеді. Міне, даудағы жұмбақ дегеніміз осындай болады. Жеңіл мазмұндағы ойын түріндегі шешендік жұмбақтар. Тезек төре сақалды қыз екен. Ол бірде тіс шұқитын ағашын қалың сақалының арасына қыстырып қойып, осыны отырғандарға жұмбақтап: анау тұрған тау етегі орман, сол орманда бір ұры тығылып жатыр. Оны қанша кісі барса байлап әкеледі дейді. Сонда бөлтірік кідірместен: тау дегеніміз басыңыз ғой дейді. Тау етегіндегі орман сақалыңыз, жасырынып жатқан жалғыз ұры тіс шұқитыныңыз емес пе? Мынау 5 кісі барса оны ұстап әкеледі деп 5 саусағын көрсетіпті. Шешенді сынау үшін қойылатын жұмбақтар. Қырғыздағы қызғылтым шешен, қызғылтым қарт, жиренше шешенге кездесіп қалып: шешен, сізден сұрайын деген бір жоғым бар еді. 15 лақ, 25 серке, 35 орақ, 45 қылыш, 55 егеу, 65 арқан, 75 шідер жоғалттым. Осыған құлақтар болыңызшы деген екен. Сонда жиреншенің берген жауабы: жоғыңыздың жөнін айтып берейін, өзіңіз тауып алыңыз депті. 15 жас құйын қуған желменен тең, 25 дауыл ұрған пермен тең, 35 ағып жатқан селменен тең, 45 аю аспас белменен тең, 75-те көңілің жерменен тең, 80-де селкілдеген шал боларсың, 90-да толық миың орта түсер, 100-де дүниеден күдерің дүс, өлмесең де өлдіден кем боларсың дейді. Жұмбақтап естірту, көңіл айту. Шоқан ауруы асқынғаннан кейін келіп, Верный жаққа келіп, Тезек төренің қарындасын алады дағы. Сонымен сол Тезек төренің елінде қайтыс болады. Сол Тезек төре Шоқанның әкесі Шыңғыс Сұлтанға Келдібек бидің көмегіменен баласының қайтыс болғандығын былай деп естіртіп көңіл айтады. Көре дүниеде не қымбат дейді Келдібек би. Шыңғыс айтады: адам қымбат дейді. Адамға не қымбат? Бала қымбат, егер сүйеніш болар, перзент туса деп жауап береді Шыңғыс. Жансызда не қымбат екен дейді Келдібек би. Жансызда қымбат гауһар деуші еді деп жауап береді Шыңғыс. Теңіздің тұңғиық түбінде жатқан сол гауһардың иесі бола ма дейді Келдібек. Иә, иесіз дүние бар дейсің бе? Әрине, 2 иесі бар ғой деп жауап береді Шыңғыс. Сонда Келдібек: егер осы жанды жансыз қымбаттағы сол 2 иесі таласса, қайсы салар еді дегенде Шыңғыс: ең күштісі алады деп өз санын өзі бір соғыпты да, менің гауһарым Мұхаммед Ханапияға тағдырдың оғы тиген екен ғой деп өкіре жылап, жер бауырлап жатып қалыпты. Сонда Келдібек би тоқтау айтып: уа сұлтан, бала сіздікі еді, бақыты халықтікі еді, пұлсыз берді, құнсыз алды, не шара,
деп көңіл айтқан екен. Міне осы жерде байқап отырғанымыздай Тезек төре мен Келдібек би Шыңғыстың үйіне келіп, Шыңғысқа орағыта әңгіме айтып, ананы сұрап, мынаны сұрап, жұмбақтай отырып, сөйтіп отырған кезде бұларға айтудың да қажеті болмады. Сұңғыла Шыңғыс ақылды кісі, ол кісілердің не үшін келіп отқандығын, нені айтқысы келіп отқандығын орақта айтқан әңгімелерінен өзі байқады дағы, баласының бұл дүниеден кеткендігін өзі бұларға айтып, яғни жұмбақтап отқан дүниенің жауабын өзі шешіп берді. Жұмбақтап бата беру. Шешендік өнерде жас шешендер үлкен кісілерден барып арнайы бата алатын дәстүр бар. Сондай бір дәстүрлердің бірі Сырым батыр Бөкен биден барып бата алады. Сонда Бөкен би былай деп бата береді: арқан қара нарыдай жауыр болсын, мінезің қара жердей ауыр болсын, өкпең жоқ кеудеңде бауыр болсын, құлағыңнан сыбыр кетпесін, жасың 60-ға жетпесін дейді. Сонда Сырым арқан қара нардай жауыр болсын дегеніңіз халқыңа еңбек ет дегеніңіз шығар. Мінезің қара жердей ауыр болсын дегеніңіз сол халықтың бүкіл жаңағы жағдайын, басына түскен жағдайын көтер, соның барлығына мінезді бол дегеніңіз шығар. Өкпең жоқ кеудеңде бауыр болсын дегеніңіз ешкімге өкпелеме, бәрімен бауыр бол, барлығының мәселесін ізгілікпен шеш дегеніңіз шығар. Құлағыңнан сыбыр кетпесін дегеніңіз халықтың ішінде не болып не қойып жатқанын әр кезде біліп отыр және сол мәселелерді шешіп отыр дегеніңіз шығар. Мұның барлығын түсіндім Бөкен би, дегенмен жасың 60-ға жетпесін дегеніңізді түсінбедім деген екен. Сонда Бөкен би айтқан екен: әй жарығым-ау, мен саған Құдайдың берген жасын аяйын ба? Құдай қанша жас берсе сонша жас жаса. Дегенменен 60-тан кейінгі жас қиындау. Мынау ел билеп отырғаннан кейін 60-тан кейін билік кете бастайды. Өз үйіңде де сол айтқаныңды істете алмайтын жағдай болады. Сондықтан да осыны баса айтып отырғаным, 60-тан кейін де ел билейтін жағдайда бол. Сол жаста да осындай қадір қасиетің болсын деп алдын ала айтып отқаным деген екен. Сонда мынау бата берудің өзінде де жұмбақтап, сол берген батаның астарын ашып, батаны алған адам сол батаны қаншалықты өзіне сіңіреді, қаншалықты соған оның пайымы жетеді, танымы жетеді деген мәселеменен айтып отыр. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.